Баршаға ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда көріп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздермен Дана Құрақбай. Бүгін өте ерекше рецептпен бөліскелі отырмын. Қарапайым үй жағдайында небәрі 2 ғана заттан дайындалатын моцарелла сырының рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл видеодағыдай өте созылыңқы әрі дәмді болып шығады. Бізге ең алдымен отқа қоюға жарайтын ыдыс қажет болады. Мейлі қазан болсын, табақ болсын, кастрюль болсын, маңызды емес. Және де ешкі немесе сиыр сүті қажет болады. Менде мұнда 2 литрдей сиыр сүті. Осы кезде айта кететін нәрсе, сауылған сүт 12 сағаттай міндетті түрде тоңазытқышта тұру керек. Бірден сауа салып жасасаңыздар, сырларыңыз мүлде дұрыс шықпай қалады. 12 сағаттан кейін сырды жасай берсеңіздер болады. Және де тағы айта кететін нәрсе, 3-4 күндей тұрып қалған сүттен де сыр дұрыс шықпайды. Енді сүтімізді ыдысымызға құйып, отқа қойып жылытамыз. Егер сіздерде термометр болмаса, осылай қолдарыңызды салып көріңіздер. Сүт жылы болып тұру керек, қол күймеу қажет. Ал егер менікінде термометрлеріңіз болатын болса, осылай өлшеп көріңіздер. Шамада сүттің температурасы 35 градус пен 40 градустың аралығында болу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде сүттің температурасы 37-38 градустай болды. Енді оттың астын сөндіреміз де сүтімізді оттан түсіреміз. Енді сүтке біз уксус қосатын боламыз. Уксус болғанда да кез келген уксус жарамайды. Міндетті түрде 9% уксус болуы керек. Басқа уксустардан сырларыңыз дұрыс шықпайды. 6% немесе 72% уксусты мүлде қолданбаңыздар. Осындай 9% столовый уксус қажет болады. Мен 400 теңгеге алған екенмін. Бір алып қоятын болсаңыздар, біраз уақытқа жететіні анық. Енді уксусты біртіндеп сүтке құятын боламыз. Менде мұнда 2 литрдей сүт, мен шамада 4-5 қасықтай уксус құятын боламын. Уксусты бірден барлығын құйып жібермейміз. Әр ас қасықты құйғаннан кейін бір 15 секундтай міндетті түрде араластырамыз. Себебі уксусты сүтке құйған кезде сүт бірден іріп кетпейді, біртіндеп ақырындап іритін болады. Осылай арасына 15 секундтай салып араластырып отырып 4-5 ас қасықтай уксусты құятын боламыз. Міне бізде 3-ші ас қасық кетті. Көріп отырғандарыңыздай сүтіміз біртіндеп осылай іріп бастайды. 4-ші ас қасық. Тағы да араластырып аламыз. Егерде сіздерде сары суы бөлініп, сүттеріңіз толықтай іріген болса, 5-ші ас қасықты құйып қажет емес. Ал менікінде осындай болып тұратын болса, 5-ші ас қасықты міндетті түрде құйыңыздар. Неге 5-ші ас қасық уксусымызды құйдық. Енді тағы да араластырып аламыз. Неге қараңыздар, бізде сары суы бөлініп, сүтіміз толықтай іріді. Сіздерде осындай консистенция шығу керек. Егер 4 ас қасық құйғанда осылай шықса, 5-ші ас қасықты құймай-ақ қойыңыздар. Енді осындай сүзгіштің көмегімен немесе марлымен жаңағы іріген сүтімізді сары суынан бөліп алатын боламыз. Яғни сүзіп аламыз. Шыққан ақ массамызды шетке аламыз. Және де шыққан сары суын қайта ыдысқа құйып, отқа қойып ысытамыз. Және де дәміне қарай тұз саламыз. Мен 2 ас қасықтай салдым. Егерде сырларыңыздың тұзды болғанын қаласаңыздар, тұзды кішкене көбірек салсаңыздар болады. Сары суды сүтке қарағанда қаттырақ ысытамыз. Осылай саусақ батырған кезде өте қатты ыстық болып тұру керек, бірақ қолдарыңыз күймейтін дәрежеде болу қажет. Ал егер термометрлеріңіз болатын болса, шамада бір 65-70 градустай ысытсаңыздар жеткілікті. Одан артық қатты ысытудың қажеті жоқ. Енді сырымызды жасауға кірісеміз. Негізінен сырды қасықпен немесе лопаткамен жасауға да болады, бірақ осындай қолғаптарыңыз болатын болса, қолғап киіп жасасаңыздар, сырларыңыз өте жақсы шығады. Менде осындай мата қолғап және де ас үйге арналған осындай целлофан қолғап, немесе медицинский перчатканы пайдалансаңыздар да болады. Алдымен ішінен осындай мата қолғабымызды киеміз, сыртынан целлофан қолғабымызды киеміз. Менде кішкене осындай білек жағы кеңдеу тұрады екен, сол үшін осындай резиналармен қысып қоятын боламын. Жұмыс жасау барысында шешіліп әбіршітпес үшін осылай жасап алсаңыздар да болады. Енді жаңағы ақ массамызды ыстық суымызға салып,
қолымызбен кішкене басып, созып отырып, сыр қалпына келтіретін боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, ыстық суға салып, қайта алып, кішкене қысып, қолдарыңызбен жұмыс жасайсыздар. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, шамада бір 2-3 минуттан кейін сырларыңыз созылып бастайды. Сол кезде созып, кішкене қысып, сырдың формасын келтіретін боламыз. Ыстық суға ұзақ уақытқа салып қоймаңыздар, ол кезде сырларыңыз мүлде өз формасын ұстамайтындай іріп, езіліп кетуі мүмкін. Кішкене жылтырланып бастаған кезде формасын шығарып бастаймыз. Өздеріңізге ыңғайлы көлемде кішкене дөңгелекшелер жасасаңыздар да болады, немесе мен секілді бірден үлкен етіп, дәл осылай дөңгелетіп формасын шығарып алсаңыздар болады. Немесе бір арнайы ыдыстарыңыз болатын болса, соған да салып қоюға болады. Енді дайын сырымызды салқын суға салатын боламыз. Суларыңыз мейлінше қатты мұздай болғандары дұрыс. Сол кезде сырларыңыз тез есін жиятын болады, яғни тез суиды, өз формасын ұстайтын болады. Осылай 1 сағат көлемінде суға қалдырамыз. 1 сағат уақыт өткеннен кейін сырымызды судан алып, бөлек ыдысқа салып, бетін пищевая пленкамен қатты нығыздамай, бос етіп жауып тоңазытқышқа жібереміз. 1-2 сағатқа салып алсаңыздар, сырларыңыз өте жақсы кесілетін болады. Әрі қарай жақсылап орап, тоңазытқышта сақтай берсеңіздер болады. Тағы да айта кететін нәрсе, мен бұл сырды шамада бір тоңазытқышта 2 күндей тұрған сүттен дайындадым. Ал егер сіздер 12 сағаттан кейін бірден алып сыр жасап тастайтын болсаңыздар, сырларыңыз менікінен де қатты өз формасын өте жақсы ұстайтындай болып шығады. Ол тікелей сүтке байланысты болады. Енді сырдың қалай жақсы шыққанын көру үшін осылай бір тілімін нанның ортасына салып, тостерге 1-2 минутқа басып алдым. Енді сіздермен бірге бөліп көрейік. Неге қыздар, қараңыздар, қалай керемет болып созылады. Әрі дәмі де өте жақсы шығады. Бұл сырды салатқа, пиццаға, басқа да моцарелла сырын қолданатын тағамдарға пайдалансаңыздар болады. Үй жағдайында табиғи әрі арзанға шығады. Жасап көріңіздер.